Қарсыластармен таныстырып өтейін. Оң жақ қанат бұрышта Думан Мырзаны таныстырып өтейін. Думан Мырза дарынды биші, қарымды биші, Майк Тайсон, Мұхаммед Алидің жеке бапкері, айкидо, джиу-джитсу, қазақша күрес, еркін күрес, бокс, карате, тайквандо соның ешқайсысына қатысқан жоқ. Мықтылардың мықтысы Думан Мырза! Думан Мырзаның лақабаты қасқыр мінезді қоян. Енді Дана Құдағиды таныстырып өтейін. Дана Құдағи 2019-2020 жылдың әлем чемпионы. Айта берейін, кім біліп отыр? Мықтылардың мықтысы Дана Құдағи өзінің карьерасында 50 бидің 50-інде жеңіске жеткен, 50 нокаутпен құлатқан Геннадий Головкиннің туған әпкесі. Мықтылардың мықтысы Дана Құдағи! Дана Құдағидің лақабаты убийца. Бірімізге қараймыз. Думан Мырза көзбен сынып тастаңыз. Дана Құдағи тұқым сұпсаңыз. Правиласын айтайын: шаштан жұлу, құлақтардан түстеу, тырнау болады. 5 правил. Кеттік ал. Жібер аттымаса! Тамаша. Мықты. Бірінен бір асып түседі. Молодец. Думан Мырза кеңіш қолды. Шайнамай жұттыңыз ғой. Құдағи қолды бұлай беріңші. Убила насмерть. Енді дауысқа салайық. Кімнің шапалағы көп, кімнің айқай-шуы көп, кімнің группа поддержкасы көп, сол жеңіске жетті. Өткен жолы бір тойда бір апам айқанайын деп аузынан пырды ұшып кеткен. Сонымен дауысқа салайық. Думан Мырза қалай биледі? Дана Құдағи қалай биледі? Жеңіске жеткен Дана Құдағи. Думан Мырза, сізге сокращение. Отыра беріңіз. Енді Думан Мырза, рахмет. Жеңіліп қалдым деп өз-өзіңізге қол жұмсамаңыз. Самоубийство жасамаңыз. Бекем болыңыз, әлі жассыз. Өміріңіз әлі алда. Талай жеңістер күтіп тұр сізді. Енді Дана Құдағимен бар ма бір мықты билейтін? Бұдан да мощный керек. Энергичный билейтін. Дерзкий билейтін. Кім бар? Ер азаматтар. Илья Ильиннің көршісі, Серік Сатиевтің ағасы, мықтылардың мықтысы, батырлардай түрі бар, жүз жігітке татитын күші бар. Красавчик, мачо, о боже мой, какой мужчина! Мықтылардың мықтысы, Ермек Мырза! Рахмет. Ермек ұлдарыңыздың лақабаты Duracell Turbo. Сонымен бірімізге қараймыз. Взглядым убивай, көзбен сынып тастаңыз. Сонымен 18 жасқа толмаған балаларға көруге болмайтын би. Агни опасный би. Жібер аттымасы! Базар жоқ, я в шоке. Келіңіз аға. Қазір бейтейін, ек қолмен шашыңыздан ұстаңыз, Құдағи. Сіздер шашыңыздан ұстаңыз. Кім өз шашын өз жылады, сол жеңімпаз. Әрине қалжың дауысқа салайық. Сонымен Дана Құдағи қалай биледі?
Ермек мырза қалай биледі? Таза жеңіске жеткен Ермек мырза. Базар жоқ, я в шоке. Келіңіз аға. Қазір бейтейік, ек қолмен шашыңыздан ұстаңыз, құдағи. Сіздер шашыңыздан ұстаңыз. Кім өз шашын өз жылады, сол жеңімпаз. Әрине қалжың дауысқа салайық. Сонымен Дана құдағи қалай биледі? Ермек мырза қалай биледі? Таза жеңіске жеткен Ермек мырза. Дана құдағи, ой, уволенный. Рахмет. Енді соңғы би, соңғы жекпе-жек. Бар ма бір мықты билейтін? Шантанский билейтін? Мощный билейтін? Ой, шапалақ, қошемет бар ма? Айдана ханымды таныстырып өтейін. Айдана ханым балдай, атқандаңдай, жаққан шамдай, көненің көзі, асылдың өзі. Сабырменей, клубтағындай, заманауи бір музыка қойып бер. Айдана ханым, мықтылардың мықтысы, талай билердің жүлдері орын алып жүрген. Байқаңыз, өте серьезная противница. Бұрын сонда жеңіл көрмеген, намысты қолдан бермеген Айдана ханым! Айдана қыздарыңыздың лақабаты ураган, бомба. Сонымен финалдық белдесу Айдана против Ермек. Кім жеңеді, сол әлем чемпионы болады. Кеттік ал. Шеберақтың басы! Ай, базар жоқ. Финалға лайық сайыс болды, келіңіз оң жағыма, сол жағыма. Қазір бейтейік, араларыңызда кім жеңіліп қалады, сол осы ресторанның жатақшасын төлейтін болады. Сонымен дауысқа салайық. Финалға лайық сайыс болды, бірінен бір асып түседі, екеуінен мықты. Сонымен дауысқа салайық. Ермек мырза қалай биледі? Айдана ханым қалай биледі? Жеңіске жеткен чемпион 2022, чемпион Қазақстана, чемпион мира Айдана ханым! Осындай кереметті чемпиондық титулды мен Айданаға берейін. Айдана шын сыйласа, Ермекке береді. Енді Ермекке береді. Ермектің ұяты болса алмайды. Қайтарып береді. Ермек мырза, әйеліңізге апарып беріңіз, мықты биледіңіз. Телефонның бетінде енесінің суреті бар, келіндер мен күйеу балалар бар ма? Кімнің сотовый телефонында енесінің суреті бар? Кімнің сотовый телефонында енесінің суреті бар? Бар ма?
Келіңіздер, ұялмаңыз. Мына суреттегі сіздің енеңіз ба? Иә. Мына суреттегі сіздің енеңіз ба? Иә. Сіздерге қарағанда әдемі екен. Рахмет. Сіздерге сұрақ қояйын. 90 жастағы кемпірде не болмайды? Естеріңізде болсын, 90 жастағы кемпірде енесі болмайды екен. Бәрекелді. Приз берейік. Приз. Соңғы жаңа үлгідегі iPhone 14 Pro Max немесе iPhone 13 Pro Max соңғы модельдегі телефон бар ма? Кімде iPhone 13 Pro Max? Келіңіздер, шақырайық. Кімде соңғы үлгідегі телефон бар? Жаным әшен, келші ортаға, қол соғайық. Шапалақ бар ма? iPhone! Қазір, Кәнеке, көрсетші. Жаным әшен, iPhone қанша? iPhone 13 Pro. Құтты болсын. Қанша қалдың? 500 мыңға. 500 мыңға iPhone Pro Max алған 13-ші версия. Қол соғайық, соңғы үлгідегі. Приз. Молодец, жаным. Молодец. iPhone алғанша мәшін алмадың ба? Енді ортаға шақырым кеп отыр. Простой телефон ұстап жүрген. Ең нашар телефон ұстап жүрген қонақ бар ма? Ең нашар, батарейкасы өлейін деп тұрған кнопочный телефон. Жаным аға, келші, шапалақ бар ма? Міне, алғашқы шыққан телефон. Қазіргі жаным бар екен ғой. Мұна телефондар әлі тірі екен ғой бұл телефондар. Қатарынан тұрыңыздар. Сіздікі қандай телефон? Nokia. Модель білмейді ма? Nokia. Бірінші шыққан кнопочный. Сіздікі китайский телефон. Сіздікі ше? Nokia екен. Nokia ұстаған бұрындары Nokia ұстаған еркектерге қыздар тұрмысқа шығып кеткен. Содан бері телефонмен әлі жүр сол жігіттер. Енді тамаша соңғы үлгідегі телефонды ұстады. Енді бұл кісілер ескіні тоздырмай, халыққа үлгі болсын деген ниетпен, қатардан қалмай осындай кереметті ескінің көзі, яғни тамаша телефон ұстаған үшін үшеуіне бірдей приз студио. Ол телефондарыңыз бір жақсы жері, любой жерге қойып кетсеңіздер, сол жерде жата береді ғой. Ешкім алмайды бұны. Рахмет. Енді мен ортаға шақырым кеп отыр. Карантин кезінде 42.500-ді 3 рет алған қонақ бар ма? Келіңіздер, ұялмай келіңіздер. Карантин кезінде 42.500-ді 3 рет алған қонақ. Жаным тәте, келші, қол соғайық, шапалақ бар ма? Жаным ашен, сізді арман жоқ шығар. 42.500-ді 3 рет алып отырсыз. Молодец, таныс болайық. Есіміңіз? Асема ханым. Карантин кезінде өкімет тарапынан 42.500-ді 3 рет алғаныңыз рас па? Рас па? Рас. Молодец. Қандай сезімде болдыңыз? Қандай әсер алдыңыз? Молодец. Асем ханым, 42.500-ді 3 рет алған үшін той иелерінің атынан сізді шын жүректен марапаттайды. Приз студио. Молодец. Құтты болсын. Енді 42.500-ді вообще алмаған, бір рет алмаған қонақ. Жаным тәте, келші. Бірінші көтерді ғой, қолды қосалайын. Таныс болайық, есіміңіз?
Назым ханым, карантин кезінде 42.500-ді өкімет тарапынан басшы алған жоқсыз ба? Жоқ, вообще. 3 ретте түскен жоқ ба? Жоқ. Мүлдем. Басшы алған жоқсыз. Олай болса, өкімет тарапынан 42.500-ді алмасаңыз да, тамадан қолынан приз алып қайтыңыз. Назым ханымға 42.500-ді 3 рет алған Әсем ханым өзінің призін Назымға берсін. Бәрекелді. Сіз енді ақша алдыңыз, бұл кісі вообще ақша алған жоқ. Бірақ көңіліңізді қалдырмаймыз. Әсем ханымға да приз берейік. Құтты болсын. Рахмет, құтты болсын. Енді мен ортаға шақырым келіп отыр, сіздердің араларыңызда бір мықты билейтін, бір жас қыздар бар ма? 50-ден асқан. Өзін әдемі санайтын түрі онша емес еркектер бар ма? Қалжыңдап айтыңдар, мықты билейтін. Бар ма араларыңызда бір жақсы билейтін?